Біздің ауылда Қадиша деген әйел өзінің қызын ұзатпақшы болады. Ұзатпас бұрын қызын шақырып алып, мынандай өсиет айтады. Қызым, айналайын, бір үйдің табалдырығын аттағалы жатырсың. Үйлену оңай, үй болу қиын. Мен өзім тұрмысқа шыққанда, анам маған өсиеттер айтқан. Сол өсиеттерді жанымда ұстап, содан жаман болған жоқпын, балам. Сол өсиеттерді мен де саған айтайын. Жақсылап жаныңа ұғып ал. Талапшыл болма, қарапайым бол. Күйеуінің алып келген киім-кешегі мен тағамдарын ықыласпен қабыл ал. Басқалай айтқанда, талапшыл болмау жанды жай таптырады. Шариғатқа сәйкес жарыңның айтқанын орындап, оның айтқанын екі етпе. Үй іші әркез ұқыпты және тап-таза болуы керек. Жарыңның тамақтанатын және ұйықтайтын уақытына назар сал. Аштық адамды ашуланшақ, ал ұйқысыздық қызбалыққа салады. Үйдегі мал жанды құрметтеп, оларды жақсы сақта. Өзің істеген жақсылығың мен түрлі жұмыстарыңды міндетсінбе. Жақсылыққа жақсылық тез ұмытылады, ал жамандыққа жасалған жақсылық ұмытылмайды. Жарыңның туыстарымен жақсы сыйлас. Күйеуінің айыбын сабырлықпен жайлап, оңашада жеткіз. Күйеуінің құпиясын жан баласына ашпа. Ерлі-зайыптылардың арасындағы сыр өздерімен бірге қабірге көмілу қажет. Күйеуінің қуанышымен де, қайғысымен де бөліс. Оған барлық жағынан кереметтей адал дос бола біл. Өтірік айту отбасының күйреуінің бірден-бір себебі. Өз араларыңдағы кикілжіңді өздерің шешіңдер. Ол туралы бізге және басқаларға айтушы болма. Бұл мәселеде ешкімге сенім артпа. Күйеуіңе шамасы жетпейтін нәрсені сатып ал деп талап қойма. Ақпейіл әйел күйеуі үшін жұмақтың игілігіндей. Өз күйеуіңе жұмақтың берекетіндей бол. Оның жанын қинама. Мұның бәрін оның қалауын алдыңғы қатарға қойғанда ғана орындай аласың. Егер әрдайым алдыңғы кезекке өзіңнің қалауыңды қойсаң, онда бұл өсиеттерді қабылдай алмайсың деп өз сөзін аяқтаған екен анасы. Содан қызы осы айтқан өсиетті жанында ұстап, бақытты болыпты деседі ел аузы.